Саламатсыздар ма? Қиярлар жақсы жеміс берсін десеңіз, оларға тамағын мол беріп тұру керек. Әсіресе ең бірінші астына перепревший навоз дейді, жылдаған көңді салу керексіздер. 1 жыл болған. Қатты бәлен жыл болып кеткен көң да болмайды. 1 жыл болып шіріген көңді салу керексіздер. Міне, мынау Қытай қияр деген жақсы қияр беріп жатыр. Мол жемісі. Міне жақта да жатыр. Мінеки, мынау да қаншама жемісі жатыр. Мінеки, Қытай қияр деген. Әрі жемісі ащы емес, өте жақсы болып шығады екен. Қаншама гүлі бар, мінеки. Бұларда сосын нені жапырағының сарғайғаны фитоверм шашу керексіздер. Фитоверм деген. Өткенгі видеоларымда айтып кеткен боларым. Паутинный клеш деген түсіп, мына қиярдың ең басты жауы, осылай жапырағы үлкен ғой, мінеки соған түседі екен, соны сарғайтады екен. Міндетті түрде фитоверммен улау керексіздер. Сол жеп қойса, ол деген жағы осыны клеш деген кене сияқты жабысып жапырағына соры болады, сөлін. Содан қиярлар ауырып өліп қалады екен, сарғайып. Қазір жасыл болып, жақсы болып тұр. Андай кішкене сарғайған жапырағын көрсеңіз, міндетті түрде клешке қарсы, паутинный клешке қарсы улар сатады. Фитоверм деген ол мына не беріп атқанында, қияр беріп атқанында, міне қаншама қияр тұр ғой. Мінеки. Сол қияр беріп атқанда, мынау Қытай қияр ұзын болып шығатын. Сол кезде зиян емес. 5-10 күнде дей ма? 10 күн дейді, кейбір жерде 5 күн деп жазады. Ол биопрепарат. Мінеки, қияр беріп атқан кезінде берсеңіздер, содан кейін алып қиярын жей беруіңізге болады дейді. Болмаса қияр бермей тұрып гүлдеп атқан кезде алдын ала сол паутинный клешке олақ қою керексіздер. Огурцыды ектім, бітті тастадым, болды өзі шығады деген жоқ. Сол міндетті түрде олап тұрғаныңыз дұрыс. Жаңа паутинный клеш түседі. Анда қаншама қияр беріп жатыр. Сарғайтып жапырағын жеп қояды. Бұған шағы дрожды аштып құйғанда жақсы. 1 пашка дрожды әкеліп, 5 литрлікке шекер қосып аштып алсаңыз, көпіртіп, сосын ол ашығаннан кейін сол дрожды осыған басқа 10 литрлік шелекке содан араластырасыз. Жаңағы 5 литрге, 3 литрлік банкіге аштып алған дрожжыңызды құйып, шелекке 10 литрлік үстіне жыл су құйып араластырып, сосын 1 литрден мыналардың түптеріне құйып шығуға болады. Дрожжды жақсы көреді бұлар. Монофосфат калийді жақсы көреді. Соны да салыңыз, калий болмаса ағаштың гүлін. Мына қияр кішілеу болып тұр екен. Мынаға бірдеме жетпей тұр. Соны қазір тексереміз. Мінеки, енді мына жердегі қиярларымды қарай. Бұлар да жақсы жағдайлар. Мінеки, мынау жапырағы сарғайыпты. Демек, осыған паутинный клеш түскен болуы мүмкін. Сондықтан бұны жақсылап бір олап жүру керек екен кешке. Мына қараңыздар. Қиярлар жатыр. Дәу-дәу. Мына қара. Өте керемет. Дәу, мына Қытай қиярлар жатыр. Мына қиярлардың бәрін алып жеп біз үлгіре алмай жатыр, балалар. Біздің. Сондай көп болу үшін, сосын нені? Міне, мына жерде де жатыр қиярлар. Мынау жаңасы ағашты, ненің сиырдың боғын аштып қойыңызға болады. Сиырдың боғын аштып, соны құюыңызға болады. Бірінші астына да навоз салыңыз, соны 7 сайын бұған бір тамақ беріп тұру керексіздер. Жақсы беру үшін. Сол сиырдың боғын аштып, бір шелекке тауықтың боғын аштып ап, сумен жақсылап араластырып, тауықтың боғын бергенде қарауларыңыз керек. Ол күйдіріп жіберу мүмкін. Оған 10-ға 1 аштып алған ыдысыңыздағы нені 1 литрін алсаңыз, оны 10 литр суға араластырып қоясыз, тауықтың боғын құйсаңыз. Ал сиырдың боғын ашытсаңыз, ол ондай қатты ащы емес. Сиырдың боғын ашытқаныңызды, оны да сол 10 литрлік шелекке құясыз ғой, тоже 1-2 литрін құйып қауалағын. Болмаса, андай жаман арам шөптеріңіз жиналады огурцтан. Сонындай бөшкелерге ашытып, оны осылай тікелей құя беруіңізге болады. Олар азотный удобрение. Ал болмаса, әлгі мына жаңағы мен не жерде көрсетейін, несі болса, жаңағы оны да көрсетіп жүрейін сіздерге. Қандай олар? Мінеки, мына біреу да міне биопрепарат дейді. Таблетка түрінде бар. Осы қиярлардың түскен нелеріне тамырлары шірісе сондайға. Ал паутинный клешке бұған фитоверм дегені бар. Мінеки.
фитоверм деген. Для борьбы с насекомыми дейді, көрдіңіз ба? Осы паутинный клещ, тля деген бит бар ғой, тля деген. Соған сыртында настройкасы бар, қаншаға езетіңіз. Соны шашсаңыз, бұл да биопрепарат жағдай. Сондай насекомдарды өлтіреді, көзге көрінбейтін кенелерін, клештерін, паутинный түскен қиярдың. Ал мына бір удобрение, міне монокалий фосфат. Калийді жақсы көреді, ағаштың күлін чыртып қойыңызға болады. Болмаса осы монокалий фосфат, бұда фосфор бар, калий бар. Осына бір-ақ қасығын столовый ложкасын 10 литрлік шелекке езіп, осыны 7-сіне бір суарып тұруыңызға болады. Ағаштың күлі болмаса. Ағаштың күлін сеуіпсеңіз де болады. Азотный удобрение жаңа нені айттым. Азофоска беруіңізге де болады. Азофоска деген азотный фосфорный удобрение. Сол 7-сіне бір осылар несіне қарап, сыртына қанша беруіне. Мына гумий деген де өте жақсы, органический удобрение. Болмаса биогумус беруіңізге болады. Мына гумийді беріңіз. Бір жетті, тағы бір жетті, биогумус беріңіз, жидкий түрі сатады. Осы өзіңіз, менде анау жерде бар, өзіңіз құрттарын сатып әкеліп, көңге жіберіңізге болады. Оған ерінсеңіз, жидкий биогумус беріп жіберіңіз. Жаңадай монофалий фосфат беріп жіберіңіз, калийді беріп. Ағаштың, ненің жаңадай мынай бөшкеге езіп қойып, сиырдың боғын езіп қойыңыз, рожа езіп қойыңыз. Сөйтсеңіз, сол огурцилер өте жақсы шығады. Так, жаңа фитовермді көрсеттім, мінекей, мына басқа түрді тұр фитовермнің. Бұл жаңа паутинный клешке өте жақсы. Әсіресе осындай огурцы беріп тұрған кезде, немен олайым деген кезіңізде, осы фитоверм көмекке келеді. Мынаны мен помидорларды улап жүрмін. Мына фитолавин деген, бұл да биобактерия, бұл да огурцилерге, бұл да келеді. Сырда огурцидың да сурет тұр. Осыны тамырын шіргеніне, мынадай бактерияларға қарсы, бұл көбінесе помидорға жақсы, огурцияға фитовермді қолданыңыздар. Сол жақсы, басқа сұрақтарыңыз болса, хабарласып, звондап, комментарийға жазып тұрыңыздар. Мен негізі бар несін айттым. Ешқандай қиындығы жоқ. Қияр егудің әлгі удобрение жақсы olur. Сосын суды күнде құйып тұру керексіздер. Бұлардың тамыры жердің беткі бетінде орналасады, суды күнде құйып тұрыңыз. Астының топырағы жұмсақ болғаны жақсы. Астының топырағы жұмсақ болса, суды күнде құйып тұрсаңыз, қиярларыңыз мол шелектеп беріп атады ғой. Қиярды жер жылған кезде егу керек. Сосын бетін клёнкамен жауып еккенде жақсы. Бетін клёнкамен жауып ексеңіздер, астында жылы жерде тұрады, сосын өзін жапырағын клёнкадан бетіп тесіп шығарып жібересіздер. Бірінші жерден өсіп кеткенше клёнкамен жауып тастайсыздар. Сосын шығып жатқанын көрсеңіздер, уже тесіп жапырағын сыртына шығарып қоясыздар. Под клёнкой деп айтады, солай көп егеді қиярларды, әсіресе полиде егетіндер. Біздер енді бұндай жерде болғасын, оны орыстар жаңа мульчировать етіп деп, мыналардың астарына сақтардан салып атады, соломалардан. Бізде енді онсыз тұр, бірақ күнде суық құйып тұрамыз. Қатты ыссы күндер даже күніге 2 рет құямыз. Әсіресе сосын жаңа Қытай қиярды айттым ғой, Қытай қияр өте өсімтал қияр екен, соны егуіңізге болады. И дәндерін жаңа алған кезде қарап алыңыздар, гибрид дәндер жақсы. Тозаңдануға арана нені күтпейді, өздері тозаңданып, өздігімен тозаңдануды қажет етпей бере береді. Гибрид, ой, кешіріңіздер, гибрид қиярлар. Паутинный клещ деген мынадай болып түсуі мүмкін. Міне мына огурцы жақсы тұр да, мына жапырағы сарғайып тұр. Ол микроскоппен көретін клещ деген кене ғой, қан сорғыш кішкентай. Сондықтан көрінбейтін болғасын біз оны қайда екен білмеймін, но мен осындай сарғайған жапырақ көрсем, бірден клещ деп ойлаймын. Себебі неке, мына жерде сарғайыпты. Осы огурцидың жауы, осы ең бірінші жауы. Паутинный клещ деген. Мына сарғайған жапырақты жұлып тастау керекпін да. Қазір жаңа фитоверм деген неке. Фитоверм басқа түрде болады. Осы негізі аты фитоверм ғой. Осының 10 миллиграмын 1 литр суға құйып, осыған шашып шығу керек. Кешке жақын, күндіз болмайды, или ерте таңертеңгісін. Сол дұрысы кешке жақын ғой. Міне қазір жағдайлар жақсы тұр, бірақ сол арасында мінеки кейбір жапырақтарында бар сарғайған. Енді маған әлі қазір
мынау тамыз ғой. Әлі қанша уақыт сентябрьге дейін огурцийім керек қой. Мынау жаңа жақсы Қытай огурций. Қазір мына огурцийін жинап аламыз, Қытай огурцийін. Қытай огурций, мінекей. Өте дәмді, өзі ұзын, жақсы огурций екен. Өзі төзімді анау-мынауға. Сосын ащы болмайды, андай горечь дейді ғой, сондай бермейді. Көп шығып жатыр қаптап салып. Осы Қытай огурцийді маған әзірге бұл керек. Жаңа екінші рет еккенім ғой. Әзір бұны сақтап қалу керекпін. Соқтап мынадай түскен паутиний клеш түсті деп ойлаймын. Осы мен фитоверімді шашып, осы огурцийімді аман қалу керек. Мына жерде де біреу жатыр. Бірінші огурцийлерін жинап алам. Сосын 10 күнге дейін жеуге болмайды дейді. Бірақ бұл биопрепарат қой. 10 күнге жетпейді, жей беруге болады шығар. Қазір үлкен кіші барлық огурцийлерін жинап алам да. Сосын шашып шығам. Мынаған дайындап қойдым. Мына бір үйдегі бір шашқышы бар. Жаңағы ыдыс жуатынның несіне. Сонымен бүйтіп, мына бір қолмен ыңғайсыз, бір қолмен істелмейді жатыр. Осымен бүкіл жапырағына шашып шығам ғой. Кешке жақын. Сол айтайын дегенім сіздерге. Фитоверім жақсы. Фитоверім деген жеміс беріп тұрған кезде пайдалануға болатын у. Әйтпесе ондай паутиний клештерге бір ауыр оларды да қолданып атады. Актара бірдеме деген. Олар біраз 20 күн, бір айға дейінгі жеуге болмайды, оларды қолданғаннан кейін. Мынау жандай 10 күн. Мен осы клубникада қолданып атқанда, оны 3 күннен кейін жеуге болады деп жазғандарын оқыдым интернеттен. Демек, бұл жеңіл түрі, био не жандай, дәрі. Жеміс салып тұрған кезінде жеуге болатын дәрі. Бізге қазір керегі ең бастысы сол емес па? Себебі бізде қиярлар тұр қаптап. Қияр деген қайта-қайта тез-тез өсетін өсімдік қой. Мынаның өзінде мына қиярды мен жұлып алайын. Бір ұзын қияр осы. Балшық болып қойған. Осы қияр жақсы қияр. Осыған көңілім толды. Басқа қиярлардан гөр. Мынау жерде де біреу ширатылып, біреу жата тұрсыншы онысы бар. Мына үлкендеуін жылайын. Мыналарды жұлып алайын. Бұлар да әлі қатты үлкен емес, бұдан да үлкен болады ол. Үйде балдар күнде алып жеп атады. Осы Қытай қиярды. Мынау жеуге, дұздауға білмеймін енді. Дұздауға да болатын шығар, андай сынды кесіп дұздайтындар. Жеуге өте жақсы, дәмі. Сындырып алдым. Андай хрустящий дейма, сондай күртілдек өте жақсы. Қытай қияр, мыналарын жұлып алайын. Сосын қалған жаңағы фитоверіммен улап шығайын. Бұны неге істеп атсыз деген жаңағы түсіндірдім ғой, паутиний клеш. Мына осыған паутиний клеш көбірек түскен ау деймін. Сар жапырағын жұлып тастадым. Ендігі жапырағы да сондай бозғыл болып, жағдайы әлсіздеу болып тұр. Осыны сақтап қалу керекпін. Осы паутиний клеш менің асқабағыма да түскен сияқты, ішінде сарғайған жапырақтар бар. Оны енді фитоверім олардың бәріне жетпейді. Басқа бір уа келіп оламасам оны. Қазір. Мына жақта да огурцийім бар. Бұлардың жапырағына да түскен болар. Қазір тездетіп, нелерін жинап алып, әзірше жасыл сияқты. Мынау да жасыл жақсы. Огурцийлерін жинап алып, бәріне бірдей шашып шыға берем ғой. Неке Қытай қияр жатыр бізде де. Мынау да Қытай қияр неке толып жатыр. Мынаған түскен. Сарғайтыпты неке, мынаған түскен. Сарғайтып, мынаны көрінбейді ол сұлай. Астынан қарағанда оны түк та көрмейсің бәрібір. Сөйтіп жеп қояды. Сау жапырақ мен жап-жасылда, ана жапырақ сары. Осыған да паутиний клеш түскен. Мынаны тез арада улау керекпін. Маған әлі 1-2 айға мына огурцилерім керек қой, балдар жеуіне. Мынадай бұрынғы огурцийім қалған. Бұған да паутиний клеш түскен сияқты сарғайып тұр. Әлсіздеу болып, бұрынғы кәдімгі қияр шығатын огурцийім ғой. Қиярым ғой. Осында улап жүру керекпін. Түбіне дәндер түскен ба, өз огурцийім қаптар шығып жатыр ғой. Осында улап жүру керекпін. Сол, еш қиындығы жоқ. Жаңада суға 1 литр суға 10 мл езесіздер да. Бірінші қиярларын жинап аласыз да, күттейін әлейін.
Сосын аямай бәріне шашып шығасыз кешке жақын. Сағат 6-тан кейін 10-ға дейін шашып шығасыздар, асықпай. Уақыт бар. Астына шаша алмайды шығар, мен үстеріне шашып шығам. Жаңдай мол қылып шашып аламын. Мына неге түскен шығар дейтін себебім, асқабаққа міне тоже жапырақ жақсы болып тұрды. Кейбір жерінің жапырағы, қазір көрсетейін. Міне мынау жапырақтар сарғайыпты. Мінекей. Осыны ойлап тұрмын, сол паутиник клештен келген шығар деп. Міне, мына жерде жапырақтарда, ане жерде де, асқабақ деген анау-мынауға сарғая қоймайтын өсімдік, ол ана жерінде де бар екен сарғайған. Демек, осыда паутиник клеш болған шығар. Тез-тез ана бір сарғайған жапырақтарды алып, бәрін өртеп жүру керекпін да. Мынаны бір молдау уа келіп, басқа улау керекпін. Асқабақ тап қазір 10 күнде жейім деген не жоқ қой, ол күзге дейін жатады. Бұған бір айға дейін жеуге болмайтын қатты улардан, ақтаралардан ба әкеліп улап тастаймын. Сосын күзде, қара күзде жинаймын ғой асқабақты. Оған дейін мынаның бәрін улап шығу керекпін. Ол үшін ең бірінші жаңағыдай сарғайған, жаңағыдай паутиник клеш түсті деген жапырақтың бәрін міндетті түрде жинап алу керекпіз. Жинап, бәрін мынадай жапырақтарын жинап, өртеп жүру керек та, қалғандарына сеуіп шығу керек. Сол жақсы, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырарсыздар.